Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге үй жағдайында қарапайым заттардан дайындалатын пряникті дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 100 грамм ұнымызды салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Енді үстінен алдын ала ысытылған сүтімізді құйып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Сүтімізді қайнатпаймыз, тек қана жылытып аламыз. Енді бұл массамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін суығанша қоя тұрамыз. Енді массамыз суығаннан кейін үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын бөлек ажыратып алып, сары уызын массамызға қосып араластырамыз. Ақ уызды кремге пайдаланамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне какаоны салып, тағы да бір араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнымызға разрыхителді қосып, 2 бөлікке бөліп, қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз дайын. Енді домалақ пішінге келтіріп жайып, формалармен кесіп шығатын боламыз. Сіздер арнайы дөңгелек формамен кессеңіздер де болады, немесе стаканның көмегімен кессеңіздер де болады. Пешімізді алдын ала қыздырып, 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Пряниктеріміз дайын болғанға шейін біз кремін дайындайтын боламыз. Ақ уыздың үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Пряниктеріміз пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде суытыңыздар. Суығаннан кейін барып кремін жағатын боламыз. Күн сайын каналымда шығып отыратын жаңа рецептерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да түрлі рецептермен бөлісемін. Тура видеода көрсетілгендей етіп, пряниктерге кремді осылай жағып шығамыз. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Менің видео рецептерім ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Жансая.